Сәлеметсіздер ме менің алтын тыңдармандарым. Бүгінгі әңгімеме лайк басып, тіркелулеріңізді сұранамын. Енем ұрып түсік тастадым. Көзімді ашсам ауруханада жатырмын. Құрсағымда 2 айлық бала болған екен. Ішпен құлап, қатты соққы алғандықтан қан көп кетіп түсік тастадым. Бұл жағдай маған жығылған үстінен жұдырық болды. Сол сәтте енемді Омармен Қарағанды медицина университетінің 1-ші курсында таныстым. Яғни ол менің курстасым болатын. Ол өте мәдениетті, көрегенді, кезбе, әрі сұлу сері болғандықтан бастапқыда ата-анама оның қай жердің тумасы екенін айтуға асықпадым. Себебі біздің жақтағылардың оңтүстік десе төбешаштары тік тұратын. Біз 5 жыл жүрдік. Бір-бірімізді жақсы танып білген соң, түлектер кешінде Омар мені алып қашты. Әке-шешемнің қарсы боларын біліп, рұқсатымды бердім. Жігітім маған Шымкентке барып, ата-анамның алдынан өтеміз. 1 айдан соң той жасап, 3 ай үйдегілердің қасында боламыз. Кейін Астанаға көшеміз деді. Сол жақта жұмысқа орналасамыз, Елордада 1 бөлмелі пәтерім бар деп, алдағы жоспарларын айтып, уәдесін үйіп төккен еді. Сол сәтте аңқау басым армандап қалғанымды сезбеппін де ғой. Сөйтіп біз Түлкібас ауданына да жеттік. Тұрмыстары жақсы, 2 қабатты зәулім үй, арбаға таңылған ене және қабақтары жылмаған 3 абысын қарсы алды. Көп ұзамай үйге Азамат есімді 5 жасар бала келді. Нағыз қиындық 1 айдан кейін басталды. Үйде 4 келін болсақ та, кейбірінің жасы менен кіші, мінезі қытымыр, енем мені ғана таңғы 6-да тұруға мәжбүрлеп, ауланы сыпыртқызып, үйді жинатқызады. Үйдегі 11 адамға күн бойы бір өзім тамақ дайындаймын. Абысындардан қайыр жоқ. Олар қолтықтасып, сәнді киіп кетеді де, үйге кеш батысымен ғана оралатын. Енем күні бойы мені бақылап, аңдып жүреді. Шашан уақытта демімді басып отырсам, таяғымен түртіп, мені жуындыр, Азаматты ойнат, шай қой, үйді жина, деп бос отырғызбайды. Омардың анасы айтатындай ақжан емес. Мүгедек болса да, бойында күш қайраты мол жан. Шындығында мен ол кісіден қатты қорқатым, бірақ білдіртпедім. Тіпті мама деуге аузым бармай, ене деп атап кеттім. Ал Омар болса, Азамат келгелі күрт өзгерді. Маған көңіл аудармайды да, түнде қасымда да жатпайды, сол баланы айналшықтап шықпайды. Бұл кімнің баласы деген сұрақтарыма да жауапсыз қалды. Түсік тастадым. Енем ұрады деп кім ойлаған? Осындай күндердің бірінде Азамат далада ойнап жүріп, аяғын ауыртып алды. Енем болса, балаға неге қарамайсың, деп тосыннан таяғымен арқамнан ұрып қалғанда, мен жерге ішімнен сұлап түстім. Көзімді ашсам, ауруханада жатырмын. Құрсағымда 2 айлық бала болған екен. Сөйтіп түсік тастадым. Сол күні Омар кешірім сұрап, өзінің некесі туған баласы барын, жазғы демалса ол біздің үйге, яғни ата-әжесінің үйіне келетіндігін айтып, Азамат жайында бар шындығын жайып салды. Бұл сәтте менің Омарға деген сезімім сөнгендей еді. Мен баламыздың өліміне анаң кінәлі, мен түсік тастадым деген сөзіме күйеуім сенбек тұрмақ, өз арбаға таңылып отырып, анам біреуді ұрады дегенге сенбеймін. Бұлай болуы мүмкін емес. Келгенімізге 2 жарым ай ғана. Сен әлден анамнан шаршадың ба? Деп өзімді сөге бастады. Бір жұмадан соң емханадан шығып үйге оралдық. Ене мен Азамат жоқ. Шымкентте туыстарына кетіп қалыпты. Ал мен ауруханадан енді шыққаныма қарамастан тұрмысқа қайта таңылдым. Араға тағы 1 апта салып олар үйге оралды. Мен енемнің алдынан шығып қарсы алмадым да. Оның түрін көрмек түгілі есімді естігім келмейді. Үйге кіре салысымен маған тиісуді бастады. Немеремді сақтай алмадың деп, онсыз да ашық тұрған жараның бетін тырнағандай болды. Мен де шыдамай, мен түсік тастадым, оған сіз кінәлісіз. Мені ұрмағанда балам түспес еді. Осыге келгелі мені адам қорлы көрмейсіз, тек жұмсауды ғана білесіз. Қанша тырыссам да бір ісімді қолдамадыңыз ғой. Тіпті Азамат туралы шындықты да мені жасырдыңыздар. Мен сүйген Омардың анасы мұндай болады деп ойламап ем. Ол туған балаңыз емес, бейне бір асыранды күшік сияқты. Бұдан артық мен бұл үйде тұра алмаймын деп, ішімде жиналған бар ыза кекті айтып салдым. Енем аузына құм құйылғандай тұрып қалды. Себебі Омарды шынымен асырап алған екен. Омарды алғаннан кейін ғана өзге 3 баласын көтеріпті.
Осылайша киімдерімді жинап үйден шығып кеттім. Омар бұл кезде үйде жоқ еді. Артымнан қалды деп ешкім айтпады. Ата-анам мен қашып кеткелі бер хабарласуды да, хабарлама жазуды да қойды. Хабарлассам жауап та бермейді. Айналасы 2-3 айдың ішінде ешкімге керексіз болып қала бердім. Қарағандыға жеткен соң да өзіме баруға батылым жетпеді. Пәтер жалдадым. Қазір жағдайым қиын. Омардан кеткеніме 2 ай болды. Ол күнде хабарласады. Үйге бармаймыз. Азамат маған анамның саған жасағандарын айтып берді. Қайта қосылып Астанаға барып жұмыс жасайық дейді. Әрине, Омарды да қатсағандым. Бірақ оның хабарламаларына не жауап беремді білмеймін. Не істеймін? Оның сөздеріне сеніп, тағы бармақ тістеп қалмаймын ба? Әлде бәрін ұмытып, өз күшімен жаңа өмір бастауым керек пе? Қазір 2 оттың ортасында қалғандаймын. Өкініштісі, түсік тастадым. Ал мұны ұмыта алмаймын. Міне осылай, осындай енелер де бар екен деп ойлап та қоямын. Мінекей менің алтын тыңдармандарым, бүгінгі әңгімеміз осымен аяқталды. Әңгімеме лайк басып, тіркелулеріңізді сұранамын.